Кеше Теміртау қалалық сотында жаңа судьяны таныстыру жиыны өтті. 11 желтоқсандағы елбасының жарлығымен Теміртау қалалық азаматтық істер жөніндегі сотына жаңа судья тағайындалды. Бүгінгі мереке ол Қазақстан Республикасының президент жарлығымен жаңа судья тағайындалған Теміртау қалалық сотына. Бұл өзі Астана қаласының Высший судебный советінің конкурсы өтіп, конкурсынан кейін енді өзі президент жарлығымен осында тағайындалды. Осы бүгін салтанат болды. Соны тағайындаған адамдарға өзіміз коллектив және біздің мамандарымыз өзі қатысқан. Қадырбаев Ғалымжан Таубайұлы 1987 жылы 14 ақпанда Оңтүстік Қазақстан облысы Ленгір қаласы Төле Би ауданында дүниеге келген. 2009 жылы Қазақ гуманитарлық заң университетін заңтану мамандығы бойынша тәмамдаған. 2010 жылы ол өз еңбек жолын Шымкент қаласының қылмыстық істер жөніндегі мамандандырылған ауданаралық сотында сот мәжілісінің хатшысы болып бастаған. Мен осы сот саласындағы еңбек өтілімді 2010 жылы бастаған. Шымкент қаласының қылмыстық істер жөніндегі мамандандырылған ауданаралық сотында сот мәжілісінің хатшы қызметінде бастадым. 2013 жылдан осы бүгінгі күнге дейін облыстық сотта, яғни соңғы кезде Түркістан облысына бөлінді ғой. Соған байланысты Түркістан соңғы қызметін Түркістан облыстық сотының соттар әкімшісінде болды. Осы 11 желтоқсан 2018 жылғы Қазақстан Республикасы президентінің жарлығына сәйкес Теміртау қалалық сотының судьясы қызметіне тағайындалдым. Баланы дұрыс бағытқа бағдарлау көп жағдайда абыройлы әкеге, үлгілі отағасына, қадірлі ағаларына байланысты. Ғалымжан Таубайұлы да басқа балалар сияқты әкесінің жолын қуған. Сот қызметі жөнінде мен өзім кішкентай кезінен білем, өйткені өзім әкем судья қызметінде бірталай жылдан бері қызмет атқаруда. Сондықтан мен бұл қызметті таңдауыма бірінші әкем себепкер болды деп айтуға да болады. Одан кейін өзімде жеке арманым, әкем жолын қуу сол арманым болды. Басты тұлға салиқалы судья өзінің адал қызметімен, кәсіби біліктілігімен соттың беделін өсіреді. Олай болмаған жағдайда судья керісінше беделін түсіреді. Сот беделі мемлекеттің беделі, ал мемлекеттің беделі абыройы қоғамның дамып гүлдеуінің алғышарттары. Құрметті Теміртау қаласының азаматтары, сіздерді келе жатқан жаңа жылдарыңызбен құттықтаймын. Сіздерге тек қана зор денсаулық, мол бақыт, ашық аспан, келесі жылда тек қана жақсылық бола берсін сіздердің отбасыларыңызда.